Ассалаумағалейкум трейдерлер, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда мен сіздерге high high, high low, low high, low low деген терминдерді үйретемін һәм бұлардың не затқа пайдаланатынымызды, онан кейін хауизди үшін стратегияны үйретемін һәм жетешам стратегиясын үйренетін боламыз. Демек бастадық. Бірінші сабағымыз трендті анықтау, яғни high high. Бағана айтып өткен бұл қысқартпа сөздеріміз қандай мәні білдіретінін біліп алайық. Бірінші high high, бұл инглиз тілінде high high-дағы жоғарырақ максимум дегенді білдіреді. Екіншісі HL high low, жоғарырақ минимум. LH lower high, төменірек максимум һәм lower low, төменірек минимум. Бұл терминдерді біз базарда трендті анықтау үшін қолданамыз. Яғни базардың жөнелісін, базар байға қарай әрекет етіп жатыр ма, емаса селға қарай әрекет етіп жатыр ма, соны анықтау үшін қолданамыз. Бұны қандай қолдануымызды көрсетіп өтемін. Базарда бұл терминдерді қалай қолданамыз? Базарды осындай көріністе кетіп баратыр деп көз алдымызға келтіреміз. Демек, базар осылайынша кетіп баратыр. Енді бұл, онан кейін бұл минимумда. Бірінші максимум бұл higher high. Бірінші максимумнан емес, екіншісінен басылайық. Түсініктірек болу үшін жазып қоямын. Бұл high high деп аталады, себебі бұл жоғарырақ максимум бірінші максимумнан жоғарырақта һәм бұны бұзып өткендігі үшін high high деп аталады. Ал бұл жерде бір минимумымыз бар, ал бұл жерде және бір минимум. Бірақ мұна минимумнан жоғарырақта. Сол үшін бұл higher low, яғни жоғарырақ минимум деп аталады. Енді бұл жоғары қарай көтерілуші базар екендігін көріп тұрсыз. Бұл терминдерді біздер базарда қалай қолдануымыз мүмкін? Яғни базарда high high һәм high low'лар пайда болып отырған болса, яғни максимумлар жаңаланып, минимумлар жаңаланбаған халда жоғары қарай әрекет еткен болса, демек бұл өсуші тренд. Бұл жағдайда біздер көбірек байға әрекет себеп тасдиқ іздеуіміз керек. Енді екінші жағдайда lower low һәм lower high қандай болуын көрсетіп беремін. Бізде бұл максимум, бұл минимум, һәмде бұл минимумларымыз бар. Енді бұл жерде қалай болады? Көріп тұрғаныңыздай, бұл минимум жаңалап қойды. Яғни осы тұрған жерін базар төмен қарай бұзып өтті. Енді бұл біздерде lower low болады. Ал бұл болса төменірек максимум. Lower high. Төменірек максимум болады. Бұл терминдерді үйретуімнен мақсат сіздер базарда трендтің, яғни базардың жөнелісін анықтап алуыңыз керек. Әрдайым трендпенен бірге сауда істеуіміз керек. Алдыңғы сабақтарда айтқанымдай. Және бір себебі, бұнан кейінгі үйрететін стратегиям осы трендті дұрыс анықтауға байланысты болғанлығы. Кейінгі темамыз бұл хауизди үшін стратегия. Бұл стратегия, бұл қағидалары стратегияның бірінші қандай болуын көрсетіп өтемін. Стратегия өсуші трендте төменге қарай қызыл 3 шам пайда болу керек.
тап осындай өсуші трендте төменге қарай түскен 3 қызыл шам пайда болу керек. Бұл жерден біздер қалай саудаға кіреміз? Ең ақырғы шамнан пайда болған жерінен оның максимумы дегенде ең ақырғы шамның осы максимумын онан кейінгі жасыл шам бұзып өту керек. Бұл стратегияның бірінші қағидасы. Бұл шамлардың саны 3 шамнан 5 шам аралығында болу керек. Сол кезде бұл стратегия жақсы істеп береді. Енді төменге түсуші жағдайын көрсетіп өтемен. Төменге қарай түсуші трендте бұл стратегия тап осындай болады. Көріп тұрғаныңызда ең ақырғы шамның минимумын бұзып өтеді. Жоғары қарай көтерілуші трендте ең ақырғы шамның максимумын бұзып өту керек, жасыл шам. Ал төменге қарай түсуші трендте ең ақырғы шамның минимумын бұзып өту керек. Бұл жерде бұл шамлардың саны 3 шамнан 5 шам аралығында болу керек. Бұнан кейін бұл стратегияның қағидалары. Бұл стратегияның бірінші қағидасы базар жөнелісі туры таңлануы тиіс. Яғни базардың buy емаса sell, яғни uptrend емаса downtrendте кетіп бара жатқандығын дұрыс таңлауымыз керек. Тап жаңа үйренгеніміздей high low сияқтылардың көмегінде біздер базар жөнелісін туры анализ істей аламыз. Кейінгісі ақырғы шам максимумы емаса минимумы алынуы керек. Алынғаннан кейін біздер саудаға кіреміз. Анализ тек қана H1 шамда, яғни H1 графикте ісленуі керек. Бұл жерде мен айтпай өткен екенмен таймфрейм, яғни қазір мен 5 минутлықта ісленген бұл анализ. Бұл әрдайым H1-де ісленетұғын стратегия. Тек қана H1 таймфреймде ісіліп береді. Әмде тек қана USD-де, яғни алтында. Біздер қай жерден саудаға кіреміз? Бірінші аптрендтегі жағдайда біздер осы ең ақырғы шамның максимумынан саудаға кіреміз. Стоп лоссымыз ең ақырғы шамның минимумы болады. Минимумнан сәл төменіректе. Ал take profit болса әрдайым 2 RR болады. Бұл жерде көрсетіп қояды risk reward ratio RR 2 болу керек. Кейінгі төменге қарай түсуші трендте болса біздер ең ақырғы шамның, яғни минимумы бұзылып өтілген шамның минимумнан һәм стоп лосс оның максимумнан сәл жоғарырақта, take profit болса 2 RR болуы керек. 2 RR дегенде түсінбеген болсаңыз, мәселен 3264-те кірдіңіз саудаға, стоп лосс 3267-де 3, яғни 30 пипс, енді сіздің take profitіңіз 60 пипс болу керек. Яғни 3259-да болу керек. Стоп лоссыңыздан 2 есе үлкен дегені. Кейінгі стратегиямыз бұл 7 шам стратегиясы. Бұл стратегияны бірінші түсіндіріп өтейін трейдинг вьюда графикте. Бұл стратегияны пайдалануымыз үшін бұл жердегі бірінші қағида бойынша сағат 30+5 болу керек. График сағатын өзгерту үшін біздер осы жерден 3 точканы басамыз. Settings бөлімінен symbol бөлімінде ең төменіректе time zone дегені бар. Time zone'да біздер 30+5-ке өзгертеміз.
һәм кейінгі қағида бойынша анализ тек қана H1 таймфреймде істенеді. 22:00 шамы дұрыс таңлану керек. Яғни әр күні тек қана бір мәрте істеп беретін стратегия есептелінеді. Бұл стратегияда кешкі сағат 22:00, яғни кешкі сағат 10-да басылап кейінгі 6 шам таңланады һәм бұл ордер блок сипатында біздерге істеп береді. Енді мен бұны графикті көрсетіп өтейін. Мәселен, қалеген бір күннің 22:00-ден басылап таң кейінгі 6 шамды аламыз. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл да кіреді екен. Хәмесіне есептелганда 7 шамнан ғибарат болады. 22:00-дің өзінде пайда болған шам да бұған кіреді. Һәм осы жерден біздер ордер блокқа ұқсас линия тартамыз. Бұның максимумнан біздер бұл стратегияны қалай пайдаланып саудаға кіреміз. Саудаға кіргенімізде біздер азанда істесек те болады. Анализі себебі бұл түн бойы пайда болады. Бұл стратегия базар бағасының осы линиядан төменге немесе жоғары қарай бұзылып өтілуін күтеміз. Мәселен, бұл жерде кеше ғана жүз берген июльдің 3 күні жүз берген бұл стратегия бойынша, мәселен, төменге қарай бұзып өткен бұл жерде, бұзып өтіп, кейін қайтып барған жерінен ретест істеп, төменге қарай түсіп берген. Көріп тұрғаныңыздай, жақсы істеп берді бұл жерде. Саудаға кіргенде, мәселен, бұл жерде селға саудаға кіруіміз керек. Тап осы жерден кіреміз. Қайтып келуін күтеміз төменге түскеннен кейін. Жоғары қарай көтеріліп кетсе де, кейін қайтып келуін күтеміз. Стоп-лосс линиядан егер селға кірсеңіз, максимумнан 5 пипс жоғарыда тұрады. Ал take profit болса, әрдайымгідей 2 Көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде сіз 2 мәрте саудадан пайда көрген болар едіңіз, егер осыны көріп саудаға кірген болғаныңызда. Себебі қараң, бұл жерде бір рет істеп берген. Бұны бұлай қарай тартсақ, 2 рет істеп берген. 2 сауда. Бұның бұл жерде жазылмаған қағидалары да бар, яғни базарда импульслы әрекетлер, яғни тез жүріп беретұғын, кеше айтқанымда волатильность, өзгерушеңдік тез болғанында базардағы шамлардың көлемі үлкейіп кетеді. Мәселен, бұл шамларға ұқсас қатары шамлар пайда болып қалуы мүмкін. Осы 22:00-ден кейін. Сол кезде біздер саудаға кірмейміз бұл стратегиядан пайдаланып. Мәселен, 4 мүйшілікті сызғанымызда тап ұсындай болып кетсе, біздер саудаға кірмейміз. 4 мүйшілік ұсындай кішкене және көбірек еніне қарай ұзын болу керек. Былайынша болу керек. Жоғары қарай болса, біздердің стоп-лоссымыз үлкен болып кетеді. Хәмде істеп беру ықтималдығы да төмен болып кетеді бұл стратегияның. Сол себеплі 22:00-ден кейін пайда болған бұл ордер блокқа ұқсас 4 мүйшілік еніне қарай ұзын болу керек. Бұлай қарай емес. Стратегияның тек арғы мәнісі, егер базар жоғары қарай бұзып өтсе, осы линияны, ол қайтып келеді һәм күн давамында тек қана байға қарай әрекет етеді. Ал төменге қарай бұзып өтсе, қайтып келеді һәм осы зонаға келіп, ретест істеп, күн давамында тек қана сел үшін әрекет етеді. Байға кіргенімізде стоп-лосс минимумнан 5 пипс төменде, селға кіргенімізде стоп-лосс максимумнан 5 пипс жоғарыда. Take profit 2 Осы инструменттен пайдалансаңыз, ырына көрсетіп тұрады ортасында.
мінекей екі р мәселен 3344-тен кірген болсаңыз take profit 3293-те дерлік 500 пипсл әрекет. Бүгінгі сабақта сіздерменен жеті шам стратегиясын, трендті, яғни жөнелісті анықтау, кейін how іздеу үшін стратегияны үйретіп өттім. Және қосымша етейін, екі стратегияда көбірек how іздейді, яғни алтында әсілеп береді. Және H1-де, яғни графикте таймфрейм H1-де болу керек. H1 таймфреймде істесеңіз, бұл стратегиялар зор әсілеп береді. Кейінгі сабақта көріскенше сау болың, сіздерменен Форекс сауда.